Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Сіздерге ауыз ашарға осындай өте жеңіл тефтели сорпаменен өте дәмді самса ұсынатын боламын. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, үстінен майымызды құйып, ұсақтап турап алған пияздарымызды салып, жақсылап жұмсарғанша қуырып аламыз. Видеомды қарамас бұрын арнама тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Үстінен сәбізімізді саламыз, 4-1 етіп туралған. 1 шай қасық толтырып томатымызды қосамыз. Картоптарымызды саламыз. Тұз салатын боламыз. Суымызды құйып, қайнағанша қақпағын жауып қоятын боламыз. Қайнаған соң қақпағын ашып, оттың астын пәсетіп, жартылай жауып қоямыз. Келесі кезекте енді тефтелиді дайындауға кірісеміз. Ол үшін осылай фаршымызды алып, үстінен майдалап туралған немесе осылай майдаланған пияздарымызды алып, бірнеше рет жуылған күріштерімізді саламыз оның үстінен. Дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Фаршымыз осымен дайын болды. Дайын болған фарштарымызды осылай қолымыздың көмегіменен дөңгелек форма жасайтын боламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Осымен тефтелилеріміз дайын. Қайнап жатқан сорпамыздың қақпағын ашып, лавр жапырағын қосып жібердім кішкене. Дәм береді сорпамызға. Картопымыз бен сәбізіміз пісуге жақындағанда алдын ала дайындап қойған тефтелилерімізді салатын боламыз. Отымыздың астын кішкене көтеріп қоямыз осы уақытта. Қатты бір қайнап шыққаннан кейін отымызды пәсетіп 10 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді самсамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызды аламыз. Үстінен салқын суға тұзымызды алып, араластырып, жақсылап ертіп алып, аз-аздан құя отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырларымыз осылай болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып тындырып қоямыз 10-15 минут. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етімізге 1 картоп, пиязымызды және аздап сарымай қосып жібердім. Тұз бұрышын салып жақсылап араластыратын боламыз. Июі қанған қамырымызды алып, ұн себе отырып жақсылап жайып аламыз оқтаудың көмегіменен. Толықтай жайып алған қамырымызға арасына ертіп майымызды жағып, осылай дәл осылай орап шығатын боламыз. 10 минутқа тындырып қойдым қамырымызды. Арасына кішкене май сіңіп, одан сайын қатпарлы болып шығатын болады самсамыз. Осындай майда-майда бөліктерге бөліп аламыз самсаларымыздың қамырын. Жаюға ыңғайлы етіп, осылай дөңгелектеп жаламыз. Бір-бірден алып, ешқандай ұн майы да жақпаймыз. Оқтаудың көмегіменен жайып шығатын боламыз. Қамырларымыздың барлығын жайып алдық. Енді арасына салмасын салып, түйіп шығатын боламыз. Қамырымыздың бір шетінен бастап жинаймыз. Қаттырақ қысамыз. Сол кезде асты ашылып кетпейтін болады.
Тағы біреуін көрсетіп жіберейін сіздерге. Шетінен бастап жинаймыз. Қаттырақ қысасыздар. Сол кезде қамырларыңыз ашылып кетпейтін болады. Және барлығын осылай түйіп аламыз. Енді жұмыртқамыздың сарысына кішкене сүт қосып, және осылай күнжіт дайындап аламыз. Және противенімізді дайындап, осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Тек қана шетін ғана батырып, жұмыртқаға, сол жұмыртқа батырылған шетіне күнжітімізге айналдырып аламыз. Барлығын противенімізге орналастырып болған соң, бетіне жұмыртқамызды жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Барлығы дайын болды. Тефтели сорпамыз да, самсамыз да барлығы дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Асқазанға өте жеңіл сорпа, тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Самсамыз өте қышырлақ болып шықты деген. Құрамына ешқандай жұмыртқа қоспай-ақ, сүт қоспай-ақ, тек қана салқын сумен, тұзбен, ұн ғана қосылған қамырымыз өте керемет болып шықты. Егер видеом ұнаған болса, қазақша контенттің дамуына әрбіріңіз үлесіңізді қосып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.